кейіпкеріміз мал сейілтудің қылмыс құндылықтарын айтып беруге келіскенімен бет жүзін көрсетуге қарсы болды. Химиялық препараттардың көмегіне амалдың жоқтығынан жүгіндім деп ақталады. Шөбің өзі 500-600 припресін. Кебегің өзі 1000-нан асып кетті, кебектің өзі жай кебек. Бидай арпаңды айтпай қояқ. Сонымен амал жоқ. Қытайдан, Қырғыздан келеді, андай семіртетін бір айда өкілді саламыз. Bir ay бағамыз, бұларды 2-3 ай, 4 ай, 5 ай бағатын жағдай жоқ. Ол 4 ай, 5 айда ақтамайды, қарыз болып кетесі өзі. Қайсар бір малға айына 3 рет дәрігетін айтады. Айтуынша препарат қабылдаған соң мал алдына тастағанды талғамай жей беретін көрінеді. Есесіне жем шөпке көп шығын кетпейді. Жей береді ол маскүнем сияқты. Өкілге уланып кеткен ол. Аппетит нашар. Өкілге уланып кетеді, жынды сияқты жей береді. Несі зыл-зыл. Bir ayda бұл шеп шыға керек, 1,5 ай ары кетсе. Семірген соғымды базарға өткізгеннен кейін орнына мынандай арық көтеремдерді кіргізеді. Әккі саудагер бұл сиырды да айналдырған бір айдың ішінде доптай қылып семіртіп шығарады. Мал борлаудың мұндай тәсілін қолданып жатқандар соңғы кездері көбейіп кетті дейді сұхбаттасымыз. 150 мыңға әкесін бір тананы, бақсын. 250 мыңға сатады. 4 ай бағады, 3 ай бағады. Сонда ол 4 ай, 3 айдың өзінде 70-80 мың тамағын жейді, жем-шөп. Одан не пайда қалады ар жағымыз? 20 мың теңге үшін 4 ай бақпайды ғой. Одан да 20 мың теңге дупыға әкеп салсын, 80-90 мың теңге қатаңда қалады. Химиялық тәсілме семірген мал етінің адам денсаулығына зиян екені айтпаса да түсінікті. Алайда халықтың қамынан қалтаның қалыңдығын жоғары қоятындардың әрекеті тиылмай тұр. Ол тікелей мына мышцы дейді, мына бұлшықеттеріне жаңа ірі қараның және майды түзетін, организмде майды түзетін процестерге гормондар тез әсер етеді и тез семіреді. Бірақ организмде қалды ғой. Ол семірді, аппақ, ол сап-сары май болыпты. Жақсы. Бірақ синтетикалық химиялық дегеннің последствиясы. Ол организмде разрушение болмайды. Микробиология және вирусология институты өздеріне қарасты шағын зауытта малды табиғи биологиялық әдіспен бордақылауға көмектесетін арнайы препараттар әзірлейді. Институт мамандарының айтуынша биологиялық негіздегі препараттар күніне 1 келіге дейін салмақ қосуға мүмкіндік береді. Алайда малды допингпен доптай қылып семіртуге құмар қуаяқтарға шетелден келетін табиғаты белгісіз химиялық дәрілерді пайдалану тиімді секілді. Қырғыздан келеді, Россиядан келеді, анау, мына солтүстік облыстарда сояқтан әкеп сатады, дұрыс па? Мына жақта Қырғыздан әкеледі, Өзбекстанда енді аздап шығар енді мына Қырғыздан әкеледі. Соның барын өтетінде де шекараның барлығын дұрыстап қарау керек қой. Сол жерде усилить ету керек қой. Малға егілген гормондар сол күйі қалып қана қоймай, мұндай малдың етін тұтынған адамның ағзасында қауіпті ісік тудырады. Қазақ ветеринария ғылыми зерттеу институтының мамандары да бұл пікірді қуаттайды. Гормондар ол өте белсенді бір химиялық заттар. Олар бүкіл адамның ағзасындағы процестерін регулировка жасайды. Сонымен әсіресе екіқабат әйелдерге, содан жас балаларға өсу даму процестерін бұзады, гормоналдар баланстарын бұзады. Содан мен айтқанда канцерогенді ісік онкология ауруларына шалдырады. Кей дерек бойынша бір ғана Алматы қаласының тұрғындары жылына орташа есеппен 120 мың тоннадан астам ет жейді екен. Оның дені базарлардан сатып алынады. Ол жаққа келетін еттердің сапасын тексеруге базарлар қауқарсыз дейді мамандар. Өйткені арнайы жабдықтармен жарақтанған зертханаларсыз еттің химиялық, биологиялық сапасын, қасиеттерін талдап, сараптау мүмкін емес. Первый канал Евразия представляет.